6 жасқа толған балаларға арналған фильм. Қазақстан еліміз, ұланбайтақ жеріміз, оқып біліп тарихын танысайық келіңіз. Бәрі де біздің қолда, білім нәрін аламыз. Бабалар салған жолда, жалғастырар баламыз. Біз өсиет аламыз, бабалардың сөзінен. Тура жолды сұраймыз, көне тарих көзінен. Ғұламалар тарих ғылымының атасы деген. Біз тарих арқылы өткенімізді біліп, болашаққа қадам басамыз. Жарайды, бүгінге сабағымыз бітті. Ендеше үй тапсырмасын берейін. Үйде көне отырар қаласы жөнінде мәлімет жинап келіңдер. Сау болыңдар, балалар. Сау болыңыз, Мадина апай. Қазір апай жаңа отырар туралы айтты ма? Көрейік, ғаламтор не дейді екен? Ой, бұл жерде тек төбенің суреті тұр. Кітапханаға бармасақ болмас. Ей, қойш, қарным ашып тұр. Одан да асханаға барайық. Әй досым-ай, әне анда асхана бар, жүр сонда барайық. Сиқырлы заттар? Қызық екен, мұндайда дүкен бола ма? Асхана қайда кеткен? Мен де түсінбедім, Әли. Ендеше кіріп көрейік. Охо. Сиқыр деп болсын айт. Дүкеннің сырты кішкене болғанымен, іші үлкен екен. Сауран сөрелерді аралайық. Жарайды. Мұнда азық-түлік сөрелері қайда? Ай, Сауран. Әли, осы бізді біреу бақылап тұрған сияқты. Өзімді сезіп тұрған сияқтымын. Охо, мына көзілдірікті қара. А? Бұл да сиқырлы ма екен? Кейіп көрші. Мәссаған, мен ғарышта жүрмін. Айналам толы жұлдыздар, ғаламшарлар. Уф, маған соғылуына сәл-ақ қалды. Қане, берші көрейін. Охо, мұнда түрлі тағамдар бар екен. Бұл сенің санаңда ғана көрініп жатқан әлем. Нені көргің келсе? Дәл соны көре аласың. Балалар, сиқырлы дүкенге қош келдіңдер. Қане, не қалайсыңдар? Мұндағы заттар шынымен сиқырлы ма? Әрине, қарақтарым. Ғажайыптар дүкенінде барлық заттар сиқырлы болады. Қызық екен. Тамақ шығаратын сиқырлы зат бар ма? Әне, піс қазаным піс деген зат бар. О! Безде қалаған тамағыңды дайындап береді. Піс қазаным піс. Ал мынау етіктің өлшемі қандай? Мұнда өлшем болмайды. Кез келген аяққа сияды. Етік қалаған жеріңе лезде апарады. Мүмкін емес. Египеттегі пирамидаға да апарады ма? Иә, тек сену керек. Сенбесең, апармайды. Ал сенің қолыңдағы тасты бабалар ізі деп атайды. Тарих туралы кез келген сұрақтарыңа жауап береді. Ого, расында солай ма екен? Ого, бізге керегі де осы ғой. Болды, осын аламыз. Керек тастың ауырлығы жоқ деген. Ала қойыңдар онда. Рахмет сізге, ата. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Сау болыңдар, қарақтарым. Әли, енді мұны не істейміз? Өзім де білмей тұрмын.
көп кішкентай ғана зат. Айтпақшы, біз мұның ақшасын төлемедік қой. Тез қайта барайық. Мұнысы несі? Қайда кетті? Қызық екен, жаңағы дүкен қайда? Білмедім. Лезде жоқ болғаны ма сонда? Жарайды, мүмкін келесі жолы табармыз. Әзірге мына затқа абай болуымыз керек. Ол үшін тездетіп біздің үйге барайық. Жүр онда, кеттік. Мұның сиқыры қашан шығады? Осылай бетіне қарап отыра береміз бе? Ай, менің ұйқым келді. Иә, мүмкін Аладдиннің шамы секілді ысқылау керек шығар, Hı? Кәне, көрейік те. Мұның сыртындағы тасқа басылған суретте тураланады екен. Міне, арқардың суреті шықты. Ой, сәуле шашып жатыр. Не істедің әлі? Не болып кетті? Мұндай боларын білмедім. Сәлем балалар.